әрпін жазуды үйренейік. Мұқият тыңда. Олар бас әріп және кіші әріпке бөлінеді. Ғ әрпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Төмен қарай түзу сызып, жазу жолының астыңғы сызығына тигізе, солға қарай доға жасаймыз. Алғашқы түзудің сол жағын ала, оңнан солға қарай доға жасап, үлкен жол ортасында оңға қарай түзу тартып, қалпақ кигіземіз. Жазу жолының үстіңгі сызығын бастыра, солдан оңға қарай белбеу жасаймыз. Ғ әрпінің кіші әрпі. Жазу жолының ортасына қаламыңды қой. Оңға тарта жолдың үстіңгі сызығына тигізе доға сызықты иіп, көлбеу түзу жүргіземіз. Астыңғы сызыққа тигізе доға сызып, ілгек жасаймыз. Жазу жолының ортасында көлбеу сызықты қия, солдан оңға қарай белбеу жасаймыз.